Мендегі 5-ші күндегі нәтиже. 5-ші күн тест жасап көрдім. 5-ші күні менде осылай болып шықты. Бір сызық, бірақ анықтап қарасаңыздар, екінші сызық бар. Көзге көрінеді, бірақ видео көрінбейді. Негізі салғаннан кейін 4 күннің ішінде жатырға енеді екен да. 4-5 күннің ішінде енеді екен. 5-ші күні ХГЧ гормонын бөледі екен. Сол кезде біздің зәрімізге ХГЧ гормоны түседі. Сол кезде тесттен көрсетеді. 5-ші күні негізі ерте эко жасағаннан кейін 10-ші күні, 8-ші күні, 10-ші күндері тест жасаған дұрыс. Алдын ала ерте жасап қойып, көңіл-күйлеріңіз түсіп, өздеріңізді күтінбей қалуларыңыз мүмкін. Сол үшін 5-ші, 6-ші, 7-ші күннен тест жасамай қойған дұрыс. Міне осылай көп адамда көрінбейді. Бірақ мен анықтап қарасам, екінші сызықтың бар екенін көрдім. Бірақ мендегі сезім, чувство 5-ші күні менде сразу ұйқы қысты, ұйқы келді. Азанғы шайын ішіп бола салып жатып, түске дейін ұйықтап алдым. Сол сияқты өзінің әсерлері болды. Мен сол кезде өзім сездім. 6-ші күнде тест жасадым. 6-ші күнде дәл солай көрсетті. Екінші сызық зорға көрсетіп тұр. 5 пен 6 бірдей болып тұр. 7-ші күні тест жасамадым. 8-ші күні жасадым. 8-ші күні мінекей тесттен шығып көрсетіп тұр. Бұл барлық адамда көрсетеді деген сөз емес. 8-ші күні негізі 10-ші күні көрсетеді бар болса. Негізі ХГЧ гормонын қан арқылы тапсырып, сол жерден анығын көруге болады. 8-ші күн осындай болды. Мендегі 8-ші күндері сезімдер азанда тұрған кезде жүрек айну сондай сәл ғана болды. Көзімді ашпай жатып оянған кезде өзім асқазаным сәл ауырғанын сездім. Тұрған кезде басым сәл айланып, сондай сезімдер болды. Ал 11-ші күні, 9-ші, 10-ші күн тапсырмадым. 11-ші күні мен ХГЧ тапсырдым. Азанда аш қарында барып, ХГЧ анализін тапсырдым. Сол кезде тест көрдім тағы да. Осылай болып шықты 11-ші күні. Сөйтіп, осыны мен өзім врачыма жібердім. Врачым құтты болсын, оң нәтиже деп айтты. Содан 3 күннен кейін ХГЧ анализім дайын болды. Олимпке тапсырдым. Ол жерде менде негізі 0-ден 5-ге дейін ол норма деген сөз екен. Ол 0-ден 5-ге дейін жүктілік жоқ деген сөз. Ал 5-тен жоғары болса жүктілік бар деген сөз. Менде 10 күндік жүктілікте 95-те 6 шықты. 6 сан шықты, 95 шықты. Содан үйде жатып тест көре бердім. Күн ара 2-3 күнде бір көріп тұрдым. 12-ші күні осылай шықты. Меніке жай анық болып келе жатыр. 11, одан кейін 12, 13, 14, 16, 17 менде анық шықты осылай. Тест алған кезде сразу анық көрсетті, 5 минутты күтпей ақ. Содан өзімнің эко жасатқанда тағайындалған дәрігердің дәрілері және нұсқаулары, ескертулері жайлы сіздерге айтайын. Сіздерге де керек болып қалуы мүмкін. Маған осы утрежестанды, одан кейін прогинова және полиқышқылы, кардиомагнил және D3-ді ұсынды. Бұлардың әрқайсысын әр уақытта ұсынды. Мынаны циклдың 4-ші күннен, 3-ші күннен бастап маған прогинованы 3 мезгіл ішесің деді. Бұны будильник қойып ішу керек. Өйткені бұл гормональный дәрі, дұрыс ішпесе бізде циклдың бұзылысы болады. Сол үшін бұны дұрыс ішу керек. Және кардиомагнил. Бұл бізде қанды сұйылтып тұрады. Қанды сұйылтып тұрады және витамин D, ультра D. Полиқышқылы міндетті түрде, өйткені біздің баламыздың дұрыс қалыптасуына полиқышқыл қажет. Бұны басынан бастап іше бересіздер, оның зияны жоқ. Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл өз дәрігердің тағайындау бойынша. Не болмаса фолатинді араластырып іше беруге болады. Бірақ бұдан 1 мезгіл ішесіз, өйткені бұл 5 миллиграмдық. Утрежестанды эмбрионды жатырға салатыннан 1 апта алдын ғана береді. Сол кезде 3 мезгіл тағайындады. 200 миллиграмдықтан. Енді әркімге әртүрлі тағайындау мүмкін. Маған осыларды тағайындады. Сөйтіп осыларды ішіп, менде циклдың өзім есептеп қарағанда 18-ші, 19-ші күні эмбрионды салды. Салғаннан кейінгі сіздерге бұл утрежестан свечасы біздің баланы ұстап тұруға көмектеседі.
жүктілік гормонын бір қалыпта ұстап тұруға, жүктілік гормонын шақыруға көмектеседі. Прогестеронды өсіреді. Бұны ұмытпай 3 мезгіл салу керек. Егер сіз экодан кейін көтеріп бір қандар келіп жатса, жүкті екеніңізді білгеннен кейін, не болмаса жүкті екеніңізді білгеннен кейін сразу мынандай қан сұйылтатын дәрілердің бәрін отмена жасаңыз. Өйткені врач осындай дәрілерді отмена жасайды. Оның орнына қан тоқтататын дәрілер тағайындап береді. Мендегі эмбрион качествосы бірінші посадкіде 3 ББ болды. Ол биохимический беременность болды. Тесттен анық шықпай, бара-бара жоқ болып кетті. Екінші посадкамде біреуі 3 ББ тағы да, екіншісі 4 ББС болды. Екеуін салды, біреуін көтеріппін, қайсы екенін білмеймін. Сол 5 апталық кезде қан келіп замерші болды. Енді сұрайын дегенім, осы В тобындағы эмбриондарды, С тобындағы эмбриондарды көтеріп босанып жатқандар бар ма? Мен көбінесе еститінім осы А тобындағы босанған әйелдерден сұраймын. Сізде качествосы қандай еді дегенде, осы А тобындағы еді деп айтады. Сонда Б, С, Д тобындағы жүктіліктің несі аз ба деп ойладым. Егер Б тобындағы босанып жатқандар бар болса, комментарийға жаза кетсеңіздер екен.